Бұл оқиғада Қаншер полициямен ойнап, оларды күлкіге қалдырды. Полициямен ойнап, оларды жынды қылды. Бұл ойында кім жеңді, Қаншер ма? Полиция ма? Сіздермен бірге Fortress of History каналы. Каналға жазылып, лайк басыңыз, ал біз жалғастырамыз. Бұл оқиға 13 қазан 1995 жылы басталды. Бұл күні таң ертең ауруханаға ақсаған, қансыраған, әлсіз, жас қыз кіріп келді. Басынан қан тоқтамаған қызды дәрігерлер көмектесуге жөнелді. Ол есінен талып құлап қала берді. Есін жиған кезде, менің құрбымды құтқарыңыз, оның аты Таня Смит деп айтып, қайталай берді. Емханаға келген полиция қызбен сөйлесе алмады, өйткені қыз басынан көп жарақат алған. Дәрігерлер тез арада отау жасау керектігін айтты. Отаудан кейін де қызбен сөйлесе алмады. Қыздың денсаулығы өте қауіпті. Сол күні екі балықшы балық аулап жатып, суда адам мәйітін көріп, шұғыл түрде полицияға хабарласады. Полиция сол жерге келіп, мәйітті экспертизаға алып кетеді. Экспертизаның анықтамасы бойынша бұл мәйіт Таня Смит екендігін айтты. Полиция мәйітті тапқан жерде, қыздың киімдерін Қаншер ағаштарға іліп кеткен айтты. Полицияның пікірі бойынша Қаншер қыздың денесін тез табылсын деген ойда киімдерін көрінетіндей ағаш бұтақтарына ілген. Қаншерлер негізі көп қылмыстық дәлелдерді қалдырмауға тырысады, ал бұл болса әдейі жасаған. Таня Смитті тірідей басынан бастап бүкіл денесін қатты құралмен, яғни арматура немесе таспен соққы жығып өлтірген. Бас сүйегі, қабырғасы, қол-аяқ сүйектері қатты жарақат алған, сынған. Смиттің денесінен адамның тістерінің іздері табылды, және сілекейі. Қызды зорлағаны да анықталды, өйткені қыздың денесінен еркектің шәуіті табылды. Қыз өлер алдында қатты қорлық көргені дәлелденді. 1-2 күн өткеннен кейін емханадағы Таня Смиттің құрбысы есін жиды. Полиция қызбен сөйлесіп ақпарат жинады. Ол қыздың есімі Мисти Коккерил екен, оның жасы 16-да. 12 қазан 1995 жылы кешкі мезгілде Мисти Коккерил мен Таня Смит екеуі үйге қайтып келе жатқан кезде, бұталардың арасынан бір жігіт шығып екеуінің қолынан ұстап бұталардың арасына тартып кетеді. Қолына бейсбол битасын алған Қаншер Таня Смитқа киімін шешуге бұйырды. 16 жасар Таня қатты қорыққаннан кейін шешіне бастайды. Шешініп біткеннен кейін, Қаншер оны газонға жат деп бұйырды. Қыз жатқаннан кейін Қаншер қолындағы битаны қойып Таняны зорламақшы болады. Сонда Мисти Коккерил битаны алып Қаншерді ұрады. Қаншер қызды итеріп битасын тартып алып, Мистиді битамен бірнеше рет ұрады. Мисти есінен танып құлады. 5 сағаттан кейін оянған Мисти Таняны да, Қаншерді де қасынан таппады. Содан кейін емханаға өзі жетеді. Мисти Коккерилдің суреттеуі бойынша қылмыскердің фото роботын басып шығарды. Осы қылмысты жүргізген тергеуші, осы жағдайдан 4 күн өткен соң Қаншер оған хабарласып, Таня Смитті зорлаған, өлтіріп жатқан кезде қандай ләззат алғанын айтты, және қай жерін тістегенін, қалай зорлаған айтып, телефонды қоя салды. Полиция звондаған жерді тауып, көшедегі телефон будкадан хабарласқанын білді. Криминалистер келіп сол жерде толығымен жұмыс атқарды. Саусақтың ізін, тағы да басқа ілмектерді табуға тырысты. Өкінішке орай олардың жұмыстары пайда алып келмеді. Сол уақытта басқа полиция қызметкерлері Мисти Коккерил айтқан жерге барып, сол жерде әрбір шөптің, әрбір бұтаны тексерді. Іздестіру барысында олар Мисти Коккерилдің сырғасын тапты. Сол жердің тұрғындар сол түні айқайлаған қыздардың дауысын естіген, бірақ қатты мән бермеген. Егер тұрғындар полицияға хабарласса, Таня Смит тірі қалуы мүмкін бе еді, беймәлім. Сол күні түнде тергеушіге Қаншер қайта хабарласып, сендер мені сондай ақмақ деп ойлайсыңдар ма, телефонда саусағымның ізін қалдырамын деп күліп телефонды қоя салады. Ол кейін тағы хабарласып, келесі тағы бір қызды жақында зорлайтынын, өлтіретін айтты. Полиция Қаншер қалай ұстауын білмегендіктен, оның фото роботын теледидардан көрсетуге бел буады. Теледидардан көрсеткеннен кейін, 2-3 адам хабарласып суретке ұқсайтын адамды айтты. Ол Джордж Келвин еді. Джордж Келвинді полиция ұстап, оның қанын алып, ДНК тест жасады. Сол жылдары ДНК тест 9 аптаға созылатын еді. Сондықтан соң полиция Джордж Келвинді уақытша изоляторда ұстады. Тесттің анықтамасы дайын болғанда, анықтама бойынша Джордж Келвиннің қаны Қаншердің қанынан өзгеше болғандықтан жіберуге тура келді. Бірақ Джордж Келвин 9 апта бойы қамауда болған кезде, тергеушіге Қаншер бәрі рет хабарласпады. Бұл полицияға бір белгі болғандай болды.
17 ақпан 1996 жылы телерадиода істейтін бір қызметкерге қанішер хабарласып көлік тұрағында тұрған оның көлігінің үстінде сыйлық қалдырғаны туралы ақпарат айтты. Қызметкер шығып көлігін жақындағанда Таня Смиттің басындағы тасын көреді. Қанішер Таня Смиттің тасына көптеген жиіркенішті сөздер жазып қалдырып кеткен. Тура сол күннің кешінде қанішер полицияға хабарласып қалдырған сыйлығы оларға ұнады ма деп күліп салды. 4 күннен кейін, яғни 21 ақпан күні полиция учаскесінің қасындағы үйдің терезесіне темірге скотчпен орнатылған хатты лақтырып кетеді. Ол хатта былай деп жазды: мен басқа қылмыскерлер сияқты емеспін. Сендер мені ұстай алмайсыңдар. Мен қаладан да кетпеймін. Мен әлі талай қызды зорлаймын, өлтіремін. Ал сендер ештеңке істей алмайсыңдар. Осығанға дейін зорланған, өлтірген қыздарды сендерге суреттеп беремін. Полиция темірді, хатты, скотчты дәлел ретінде алып іске кіріседі. Олар скотчтан қанішердің бір саусағының ізін табады. Саусақтың ізін орталық база арқылы тексеріп ештеңке таппады. Яғни осығанға дейін қанішер сотталмағаны белгілі болды. Енді полиция халықтан көмек сұрады. Полиция арнайы телефон нөмірін жасады. Адамдар сол нөмірге хабарласқанда қанішердің дауысын естіп, егер таныс болса халықтан хабарласуын сұрады. Бірнеше күн өткеннен кейін полицияға бір әйел адам хабарласып былай деп сөз қатты: мен үшін өте қиын айту, бірақ бұл дауыс 100% менің туған баламның дауысы, деді. Қанішер 31 жастағы Терри Драйвер болып шықты. Оның жанұясы бар. 2 қыздың әкесі. Полиция Терри Драйверді үйінің қасында ұстады. Полицияға оған саусағының ізін немесе полиграф өтуге және учаскеге жүруге ұсыныс жасады. Ол қорғаушысыз жауап беруден бас тартты. Кейін 3 мамыр күні қорғаушысымен келіп саусағының ізін тапсырды. Оның ойынша қылмыс кезінде оның саусағыңыз ізі жоқ екендігіне сенді, бірақ ол скотчта саусағыңыз ізін қалдырғанын білмеді. Терри Драйверді тергеу бөлмесінде тергеуші және қорғаушы сөйлесіп отырған кезде, криминалистер Терридің саусақ әзін скотчтағы әзбен салыстырды. 15 минуттан кейін саусақтардың сәйкестігі 100% екендігіне көз жеткізді. Полиция Терри Драйвердің қолына кісен салды. Кейін қаны да қанішердің қанымен сәйкес келді. 1996 жылы Терри Драйверді соттың шешімі бойынша өмірінің соңына дейін түрмеге жапты. 2021 жылы Терри Драйвер түрмеде қайтыс болды. Міне бүгінгі оқиға осындай. Аман болайық, келесі кездескенше.